Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Біз Түркия Республикасы Стамбул қаласындамыз. Білім қазына қорының YouTube-дағы каналына қош келдіңіздер. Біз Ирсикаға келдік. Ирсика ислам тарихы, өнері және мәдениетін зерттеу орталығы. Бізбен бірге болыңыздар. Білім қазынадан келген достар, Стамбулға Ирсикаға, яғни ислам мәдениеті мен өнері ғылыми зерттеу орталығына қош келдіңіздер. Әуелі мен сіздерге Ирсиканы таныстырғым келеді. Өздеріңіз білесіздер, ислам ынтымақтастық ұйымы бар. Ағылшыншасы Organization of Islamic Cooperation деп келеді. Штаб пәтері Сауд Арабиясының Жидда қаласында. Бұл Біріккен Ұлттар ұйымынан кейінгі ең ірі халықаралық ұйым. Ұйымға 57 мұсылман елі мүше. Қазақстан Республикасы да мүшелерінің бірі. Бұл ислам ынтымақтастық ұйымына қарайтын 6 мекеме бар. Солардың бірі мәдениет, өнер, тарихи зерттеулер жүргізетін Ирсика, яғни ислам мәдениеті мен өнері ғылыми зерттеу орталығы. Түркияда қоныс теуіп отыр. Міне Стамбулда сіз бен біз шаңырағы астында отырған орталық. Стамбулдағы тарихи жер Баба Али деп аталады. Османлы дәуірінде Осман империясының соңғы үкіметі орналасқан кешеннің ішіндеміз. Стамбул губернаторымен осы күнде көршіміз. Bir aulаны bölüşüp oturmamız. Aynı bahçeyi paylaşıyoruz. Biz çalışma olarak İrsika'da İslam мәдениеті мен өнері ғылыми зерттеу орталығының жұмысына келер болсақ, ислам әлемінің Қазақстаннан Мавританияға дейін Азия, Африка, Араб түбегі болып, үш кеңістікке жайылып жатқан жұртының мәдениеттері, өнері мен тарихына қатысты елеулі зерттеулер жасаймыз. Соңынан оларды кітап етіп басып шығарамыз. Мысалы, 3 жылда бір жасайтын Ислам хат каллиграфия өнері деген байқауымыз бар. Бұл байқау 3 жылда бір рет өткізіледі. Үміткерлер сүліс, нәсих, талик, мағриби секілді құснихат, каллиграфияның түрлі үлгісіндегі туындыларын ұстаздарымыздың қазылығына жібереді. Туындылар іріктеліп, 1-ші, 2-ші, 3-ші орындарға жүлделер беріледі. Құдай қаласа, 2025 жылы бұл шараны 13-ші рет өткізбекшіміз. Birinciye, ikinciye, üçüncüye ödüller veriliyor. İnşallah 2025 yılında da 13.sünü gerçekleştireceğiz. Özellikle Orta Asya... Әсіресе Орта Азия ислам өркениеті жалпы ислам кеңістігінде ерекше маңызға ие. Баршамызға белгілі, исламның алғашқы кезеңдерінде ұлы хадисшілер, имам Бухари, Термизи секілді ұлы ғалымдар, сонымен қатар хәкімдер мен философтар Орта Азиядан шыққан еді. Сөз орайы келгенде, Фараби, Ибн Сина сынды тұлғаларды да атап айтқанымыз жөн. Мұнымен қоса Қожа Ахмет Яссауи, Шахы Нақшбендтер, әсіресе Мухиддин Ибн Арабидің ортазиялық ізбасарлары бар. Саидуддин Ферғани, Муидуддин Женди, Әбдуразақ Қасани сияқты Орта Азияда туып, Ибнул Арабидің жолын қуғандар бар. Бұлар өте маңызды тек қасиет. Бірақ бір өкініштісі, бүгінде бұл тек қасиет біраз ұмыт қалды. Тәңір жазса, бұл тегіміз қайта жанданар деп үміттенемін. Aynı zamanda İrsika'da 400'e yakın kitap neşrettik. Біз сондай-ақ Ирсикада 400-ге жуық кітап бастық. Олардың кейбірі Қазақстандағы ислам мәдениетіне тікелей қатысы бар кітаптар. Оны төмендегі көрмемізден көре жатарсыз қазір. Өзбекстан менде сол секілді Самарқандта, Бұхарада тым жақсы іс-шаралар атқарудамыз. Хиуа,
биыл 2024 жылдың ислам қаласы болып жарияланған болатын. Алдағы апта Хиуада ашылу рәсімі өтпек. Gerçekleştireceğiz. Burası aynı zamanda Osmanlı Бұл жер сонымен бірге 1920 жылдарға дейін жалғасқан соңғы империя, Осман империясының соңғы орталығы болғандықтан, бұл империяның құрамында болған бүкіл таяу шығыстың құжаттары, абаттандыру, мәдени істеріне қатысты жазба деректердің басым көпшілігі Стамбулда орталықта хатқа түскен. Османлы мұрағаттарында ол аймақтар туралы өте бай құжаттар бар. Мысалы, Құдыс жайлы, Палестина жайлы ең жаңа, ең татымды мәліметтер мен құжаттарды Османлы мұрағаттарынан табасыз. Біз бұлардың кейбірін басып шығардық. Таяуда ғана жарияланған бір кітабымыз мысалы тек Әл-Ақса мешіті туралы. Яғни Османлы құжаттарында Әл-Ақса мешітінің төңірегі, бұйыртса тағы бір зерттеуге кіріспекшіміз. Ол да тек Газа жайлы болмақ. Газа уәлаяты Osmanlı'da қандай еді демекпіз. İnşallah yeni bir çalışma başlatacağız. O da sadece Gazze üzerine, yani Gazze eyaleti Osmanlı'da nasıldı diye. Tabii ki Kazakistan'la Türkiye'nin aynı zamanda Әлбетте, Қазақстан мен Түркияның тарихи тұрғыдан әрі бір ұлттың перзенттері болғандықтан тығыз қарым-қатынасы бар. Өзіңізге де мәлім, Түркия Республикасын тұрғызған түріктердің бабалары заманында сол жерлерден қоныс аудара батысқа көш түзіп Анадолыға келген. Өткенге көз жүгіртсек, көпшілігінің тамыры сіздерге қарай тартады. Осы тұрғыдан алғанда, мәселен Қожа Ахмет Яссауидің тәрбиелеп шыққан тәңір сүйерлерін батысқа аттандыруы, Шахы Нақшбендидің шәкірттерінің аттанып келуін еске түсірейік. Әбдурахман Жәмид алайық. Мұхаммед Фатих ханның сұрауы бойынша кітап жазып, онысын сұлтанға сыйға тартқан. Тіпті жүздесу үшін Стамбулға келмекші болғанда, сұлтан дүниеден озып кездесе алмай қалғанды. Әлішер Науаидің әдебиет пен өлеңдегі көзқарастары тұнған даналық. Яғни бұл дана кісілер негізінен өлең жазса да, өлеңінде бір шер болған, жеткізгісі келген пәлсапасы бар. Мұның бәрі рухани байланыс тұрғысынан тым маңызды. aslında şiir kullanıyorlar ama şiirde bunların bir derdi var. Anlatmak istedikleri bir felsefe var. Bu manada da manevi irtibat noktası. Мына бір нәрсені еске салғым келеді. Осы күндері түрлі ислами түсініктер таяу шығыстан шыққан ислам ағымдарының мұсылман қауымына, жастарға ықпалы күшейген сайын исламның осы хикмет пен даналық жағы ұмытылды. Біздің ұлы ақынымыз бар, Жүніс Әміре атты. Сол Жүніс Әміре айтады: шариғат пен тариқат жол ғой жеткен, мағрифат пен хақиқат солардан өткен. Яғни діннің түпкі мақсаты сол хақиқатқа жету дейді. Шариғатың да, тариқатың да жай жол ғана. Қараңызшы, сіз көлігіңізді жейсіз бе? Жемейсіз ғой. Көлікке мінесіз, ол көлік сізді алып бір жерге апарады. Ол бір құрал. Стамбулдан Қазақстанға барғыңыз келсе, ұшаққа мінесіз. Ал сол ұшақта өмір сүрер медіңіз? Жоқ, ұшаққа мінесіз де түсесіз. Міне осы іспетті. Шариғат та, тарихат та бізді ақиқат пен мағрифатқа жеткізбек үшін бар. Алайда қазір бұлар ұмытылды. Шариғат айналып келіп, өзін нұсқайтынды шығарды. Тариқат та солай өзін нұсқай бастады. Екеуі де қате. Ne işaret etmeye başladı. Her ikisi de yanlıştır. Onun için dini eğitimi verirken 4 kademeli ver. Сондықтан діни білім бергенде 4 сатылы етіп беру қажет. Шариғат ілімі, тариқат ілімі, мағрифат ілімі және хақиқат ілімі. Хақиқат ілімі болмаса болмайды. Хақиқат ілімін алған Әл-Фараби, Ибн Сина, Мухиддин Ибнул Араби, Шахы Нақшбенд, Қажы Мұхаммед Фарисах, Молла Жәмилердің әрбірі үлкен пәлсапашы.
біз ислам әлемі болып қазіргі таңда пәлсапашы шығара алмай отырмыз. Неге? Өйткені кейбір таяу шығыстан шыққан ислам түсініктері Фарабиді кәпір деп санайды. Ибн Синаны кәпір дейді. Қожа Ахмет Яссауиді де тілдеуден тайынбайды. Бұл кейіннен ойлап табылған және өкінішке қарай империалистер қолдап отырған ағымдар. Avrupa'ya gidiniz, Amerika'ya gidiniz, hepsinin aziz dedikleri saintleri vardır. Onların fikirleriyle hareket ederler. Ama bize gelince bizde sadece ve Бізді руханияттан ажыратты. Бәрінің мысалы, орыс қоғамын барып көріңіз, православ шіркеуінің мистиктері бар. Еуропа мен Америкаға барыңыз, барлығының әулие санайтын тұлғалары бар. Солардың пікірлері бойынша әрекет қылады. Бірақ бізге келгенде мүлтіксіз құқық дегеніміз ислам. Ислам дегеніміз құқық деп шыға келеді. Ондағысы да қылмыстық кодекс. Апырмай біреу қылмыс қылса екен, жазасын берсе екен. Бұл мүлдем қате. Ғазиз пайғамбарымыз мейірім пайғамбары. Ылғи заңға сүйене бермеген, ылғи шариғат ұстанбаған. Тіпті бар ғой, кешіруге тырысқан. Мекке кезеңіндегі өмірін өте мұқият оқуымыз керек. Иман, иман, иман. Бітті. Тек soğan тоқталған. Eynema kuntum, her neredeyseniz ben sizle beraberim diyor. Yine Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Cenab-ı Allah bizlere diyor ki Құлдың Алламен байланысы қалай болатынын түсіндіруіміз керек. Құранда Алла тағала саған өз рухымнан үрледім дейді. Сонда Құран кәрімде Алла тағала қайда болсаңдар да сендермен біргемін дейді. Алла тағала сендерге өз рухымнан үрледім деп тұр. Сол Алла қайда болсаңдар да сендермен біргемін дейді. Алла тағала мен сендерге күре тамырларыңнан да жақынмын дейді. Күре тамыр деп нені меңзейді? Күре тамыр адамның негізі, жаны. Бірдеңе болса өліп кетеміз. Міне, содан да жақынмын дегені, мен сендермен біргемін дегені. Вефи энфисі көфеменлі түпсірен дейді. Өзің дегені қалай көрмейсің дегені. Осы аяттардың бәрін көре тұра, біле тұра адам қалай Алланы бұлттардың үстінен іздейді. Алла бір жерге кеткен жоқ қой. Біз құлымыз, ол Раббымыз. Бірақ біздің бастауымыз, түбіміз сол. Сіз содан келдіңіз, соған қайтасыз. Әуел Алла, ақыр Алла. Басы сол, соңы да сол. Іш пен сырт та өзі. Ендеше Алла барлық нәрсені қоршап тұр. Алла бөлек, мен bölük деген ойлар өте қауіпті ойлар. Yani kalp ayrı, akıl ayrı, ayrı bir problem haline geldi. Yani burası akıl değildir, burası beyindir. Алланың бізге ренжитін, бізге ашуланатын, бізді бір рет шетке ысырып тастап, бізге қарамай қоятын жайы жоқ. Біз әр секунд, әр миллисекунд онымен біргеміз. Мұны сезіну керек. Сол үшін ғой, жүректің ерекше маңызды болатыны. Жүрек түптеп келгенде ақыл. Жүрек бөлек, ақыл бөлек деген бір мәселе шықты. Бастағы ақыл емес, бастағы ми. Ми мен ақыл екі басқа. Біздің мұсылмандарымыз осы күні ақылды мида деп ойлайды. Тіпті олай емес. Фарабиде үкілі әшере бар. Яғни ол ақыл, 10 ақылды тізіп береді. Біріншісі ақыл ылмаш. Ол күнделікті ақыл, күнделікті өмірдің ақыл ойы. Бұл ақылмен тіпті заттарды тану қиынға соғады. Соған да қиналған ақыл Құдайды қалай табалады. Сіз оны өз ішінде жұмыс істеу арқылы ілгерілетіп 10-шы ақылға жеткізесіз. 10-шы ақылға келетін болсақ, ол ақыл ілі күлли, толық ақыл деп аталады. Толық ақылдың тағы бір аты жүрек. Maalesef isim vermeyeceğim ama siz de çok iyi anlarsınız. Bazı akımlar Осы тұрғыда біздің дәстүрімізде Мәуелана Жалаледдин Руми Хазіреті циркуль метафорасында қолданады. Циркульдің ине аяғы салтымызда, дінімізде тұр. Сол жерден тұрып екінші аяғымен 72 әлемді шарлаймыз дейді.
72 ұлтты аралаймыз дейді. Бұл әмбебаптық сезімін береді. Бірақ қазіргі мұсылмандар соншалық тарылып келіп, исламды тек қылмыстық кодекске түсіріп тастады. Өкініштісі сол, есімдерін айтпайын. Бірақ сіз жап-жақсы түсініп тұрсыз. Кейбір ағымдар ананы такфир етті, мынаны такфир етті. Күпірлікпен айыптады. Бұлар такфиршіл ағымдар. Біз бір адамды кәпірге таңу үшін келмедік. Бір адамды құтқаруға келдік. Сүйікті пайғамбарымыз айтады: егер сен біреуді кәпір десең, жүрегіңде тары дайын иманның титімі болса, сол такфир келіп саған тиеді. Біз міне осы тұрғыдан мейірім пайғамбарының соңынан ерушілерміз. Diyor ki ben size bütün isimlerimi öğrettim. Allemel esma'a kullaha. Әсіресе ислам әлемі осы біздің жұрттың ислам түсінігіне мұқтаж. Мұны қайтадан жандандыруымыз қажет. Бұл дегеніміз ұлы сопы ғұламалардың ислам түсінігі. Сол үшін тассаввуфи ислам бізді бір-бірімізге байлайтын ислам. Ханафи, шафиғи, матруди, әшғари бол, тіпті суннит не шиит бол. Бәрібір, тассаввуф болмаса бұлардың бастары бірікпейді. Тассаввуф бізді біріктіретін ең маңызды қолшатыр. Алла айтады: мен сізге бүкіл есімдерімді үйреттім. Ендеше халих болса біз де одан ала аламыз. Біз Алланың есімдеріне сай болуымыз қажет. Бұған Садриддин Ширази мутеллих болу дейді. Мутеллих деген Аллаға ұқсауға тырысу. Мұны қате аудармау қажет. Яғни Құдай болу Алла болу емес. Алланың аты Алла. Ешкім ол секілді бола алмайды. Бірақ біз одан келгеніміз үшін оған ұқсауға тырысып толықтыққа жетеміз. Иншалла, сіздердің арқаңызда Ибнул Арабидің Қазақстандағы ізбасарлар табылар. Құран кәрімдегі бір аятта Алла тағала айтады: олардың жүректері бар, жүректермен ақыл етеді. Олардың милары бар демейді Алла. Жүректер ақыл қылады. Ирсика жайлы және оның қызметтері туралы айтып бере аласыз ба? Tabii ki. İrsika Әрине, әуелі Ирсикаға қош келіпсіздер. Ирсика Ислам ынтымақтастық ұйымының мәдени орталығы және мәдениет ұйымы. 57 мемлекет мүше. Барлық мұсылман елдері, араб елдері, Африкадан, Қазақстан, Өзбекстан сияқты түркі әлемінде мүше елдер. Бізді мәдениет мекемесі ретінде Ислам ынтымақтастық ұйымының ЮНЕСКО-сы деп ойлаңыз. Біздің штаб пәтеріміз Стамбулда. Біз 57 елде ислам тарихы, мәдениеті мен өнері туралы басылымдар шығарамыз. Кездесулер, симпозиумдар, жиындар өткіземіз. Өнер ашылулары және сіздерше айтсақ, көрме жәрмеңкелерге қатысамыз. Бізде фотокөрмелер, каллиграфия байқаулары бар. Яғни, ислам тарихы, мәдениеті мен өнері бойынша барлық зерттеулерді жасаймыз. Осыдан 44 жыл бұрын 1979 жылы құрылдық. Құрылғанымызға 44 жыл болды. Біз бүгінгі дейін 400-ден астам кітап шығардық, және біз бұл басылымдарды тек түрік тілінде емес, араб, ағылшын, француз, түрік, қазақ, өзбек, орыс және парсы тілдерін қоса алғанда ислам әлемінің барлық тілдерінде шығарамыз. Бұл күндері Палестинада және ислам әлемінде үлкен проблемалар бар екенін білесіздер. Сондықтан біз Палестина мен Құдыс туралы басылымдарымызды назарларыңызға ұсынып отырмыз. Османлы дәуіріндегі ислам тарихындағы осы тіркеу құжаттары мен фотосуреттердің барлығын көрмеге қойып отырмыз. Мына жаққа келсеңіздер, көріп тұрған фотосуреттердің барлығы 19 ғасырдағы Османлы дәуіріндегі Палестинаның фотосуреттері.
Сіз көріп отырған бұл кестелер, құсни хаттар біздің 3 жыл сайын өткізетін әлемдегі ең ірі халықаралық каллиграфия байқауынан алынған. Үлкен жүлделері бар. Мыналар сол байқау жеңімпаздарының туындылары. Әрине, біз оларды да осында орналастырдық. Кітаптарымызды көріп тұрсыз. Қараңыз, мысалы, Харамейн, Мекке және Мәдинаның фотосуреттері. Мынау Құддустың суреттері. Осыларды басып шығарамыз, көріп тұрғандарыңыздай. Бұлар сонымен қатар тарихи дәлел, яғни дәл қазір жығылған ғимараттар да бар. Ирсика болып олардың бәрін тасқа басып отырмыз. Ислам дәуіріндегі Құдыс уақыфтары, Османлы және Ислам кезеңіндегі уақфиелер, мынау Османлы мұрағатындағы премьер-министрлік және кабинет шешімдері. Біз оларды 3 тілде шығардық. Қараңыз, мұнда да құжаттар бар. Османлы құжаттары. Біз оларды түрік, ағылшын және араб тілдерінде шығардық. Сондықтан оларды кез келген адам оқи алады. Бұл біздің соңғы басылымымыз. Әл-Ақса мешіті. Османлы мұрағат құжаттарындағы Әл-Ақса мешіті. Сіз көріп отырған бұл жасыл кітаптар Османлы дәуіріндегі шариғат тізілімдеріндегі Құдыс сотының жазбалары. Сіз көріп отырған бұл кітаптар біздің Құдыс, Палестина және Харамейн туралы басылымдар. Ал мына жерде Орта Азия түркі тарихы туралы көптеген басылымдарымыз бар. Біз бұл басылымдарды ағылшын, қазақ, орыс және өзбек тілдерінде шығарамыз. Ama bir de bu bölgede tabii bizim Orta Asya Türk dünyası ile ilgili çok fazla yayınımız var. Bu yayınları biz İngilizce, Kazakça, Rusça, Özbekçe dillerinde yapıyoruz. Қазақша yazıyor. Қазақша жазылып тұр. Орталық Азиядағы ислам өркениеті. Hem Kazakça hem İngilizce. Иә, Орталық Азиядағы ислам өркениеті. Бұл 2 томдық, әрі қазақша, әрі ағылшынша. Бұл да жаңа кітаптарымыздың бірі. Ұлы даладағы ислам өркениеті. Ағылшынша әрі қазақша. Яғни даладағы ислам мәдениетіне қатысты. Мұнда Өзбекстан мен Тәжікстанның кітаптары бар. Мынау болса Самарқандтағы ислам ғұламалары. Бұл орысшадан ағылшыншаға аударылған Орта Азиядағы сәулет өнерінің элементтері туралы кітап. Бұлардың бәрі Орта Азияға қатысты. Мына жақта біздің Орта Азияға байланысты маңызды бір кітабымыз бар. Оны да сізге көрсетейін. Садуақас Ғылманидың Орта Азия ғұламаларының өмір баяны, Табақат кітабы. Бұл да ағылшынша. Biyografisi Tabakat kitabı. Bu da görseniz İngilizce. Бұл ағылшынша. Özellikle İslam medeniyetini Яғни, біз әсіресе шетелде, Еуропада ислам өркениетін насихаттауды қалаймыз. Сондықтан ағылшын тілінде жазамыз. Өйткені біз оны білеміз ғой. Бірақ Еуропада біздің өркениет туралы көп біле бермейді. Иә, олар бізді басқаша көреді. Сондықтан бізде сондай кітаптар бар. Кітаптан бөлек жылына 4-5 рет әсіресе Өзбекстан мен Қазақстанда ғылыми жиындар өткізіп, Алматыда, Астанада, Таразда, Шымкентте, Түркістанда, Ақтауда қолжазбаларға, Ахмет Яссауиға, библиографиялық дерек көздерге қатысты жиындарға қатысып тұрамыз. Бейбарыс туралы жиналыстарға қатыстық. Ол да біз үшін маңызды тұлға. Өткен жыл сіздерде Бейбарыс жылы болды. Осы себепті Бейбарыс туралы талай жиынға сарапшы ретінде қатыстым. Одан бөлек бізде фотосурет көрмелері мен каллиграфия байқаулары бар. Біз бұларды шетелде де, ел ішінде де жасаймыз. Біздің іс-шараларымыз Түркиядан гөрі шетелде болады. Мысалы, біз ең көп іс-шарамызды қайда жасаймыз? Қазақстан, Өзбекстан, Орта Азияда. Біз ислам өркениетін, өзіміздің түрік ислам өркениетін Малайзия, Индонезия, Араб елдері, Батыс елдері, Еуропа, Америка елдеріне таныстыру үшін жұмыс істеп жатырмыз. Бұлар біздің 400 кітабымыздың бір қатары. Өркениетімізді өзге жұрт танып білу үшін шет тілдерінде, әсіресе
ағылшын және араб тілдерінде жазамыз. Басқа адамдар да біздің мәдениетімізді танығанын қалаймыз. Келгеніңізге өте қуаныштымын. Қадамдарыңызға гүл бітсін. Қазақ бауырларымыздың шайını içtim. Xuday kalası intimaktastığımız жалғастыра versin. Gelgenlerinize öte rahmet, size bir sıylık retinde bizim Ulu Dalada İslam Ürkiyeti kitabımızı veririz. Чыңгыз Бей, сұхбат бергеніңізге рахмет айтамын. Алла тағала сізден разы болсын. Мен biliyorum siz Қазақша жақсы түсінетініңізді білем. Көп рахмет. Алла разы болсын. Көп rahmet sizge. Gelgenize öte kuvanıştımın. Ben Kazakistan'da cumuş yasadım. Kazakistan'ın tamamını içtim. Çayını içtim. Öte kuvanıştımın sizleri görgenime. Xuday kalası intimaktastığımız barıp ketedi. Көп rahmet. Rahmet sizге. Білім қазына қоры Ерсикамен меморандумға отырды. Құрметті көрермен, осы жұмыстың барлығы тек қана сіздің қолдауларыңызбен болып жатыр. Әрине әуелі Алла. Біздің YouTube-тағы каналымызға кіріңіздер, лайк басыңыздар, пікір жазыңыздар, бөлісіңіздер. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.